болсын, үлкен кісілер болсын, осы сусынды дайындап ішсеңіздер болады. Ең алдымен 2 зубчик чеснок, және де осындай 10 тал гвоздика керек болады. Және де 1 стакан суға осылай қайнатып ішесіздер. 15-20 минут қайнатсаңыздар жеткілікті. Және де бұл дайын болған кезде судың түсі сәл сарғыштау болады. Дайын болған суды сүзгіден өткізіп, суытып іше берсеңіздер болады. Сәл иісі және де дәмі онша еместеу, кейбіреулерге ұнамауы мүмкін, бірақ пайдасы жақсы деп естідім көп адамдардан, және де 1-2 видео көрген болатынмын. Осылай дайындап ішсе, іштегі құрт түседі деген сияқты. Вот мен де осылай бірінші рет дайындап көрдім. Сіздер де осылай дайындап ішіп көрсеңіздер болады. Міне осылай сүзгіден сүзіп алып ішеміз. Видеом пайдалы болған болса, маған лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.